15 асырда Дешті Қыпшақта Жожа әулетлары тарапынан бірнеше мемлекетлер түзілді. Солардың ішінде Жожының 5-ші баласы болған Шайбан әулетлары ұлысты қайта тікілеу үшін күрес баслады. Алдын ала бұл ұлыстың географиялық орнын анық шекаралап көрсету біраз қиынырақ. Себебі Жожының өз ұлларына бөліп берген бұл ұлыслары өзара ұрысылар нәтижесінде өзгеріп тұрған. Шайбанның бұл ұлысты кімнен алғанлығы хақында 13-14 асыр деректерінде анық мағлұматлар болмаса да, Махмуд ибн Уали Шайбан бұл ұлысты 1238 жылы Батуханнан алғанлығын жазады. Осы автордың хабар беруінше, Шайбаннан кейін бұл ұлыста Бахадыр хан, Джоджи Буқо, Бадақул, Мың Тимур хан Полатлар ізбе-із хүкімдарлық еткен. Бұл хүкімдарлардан бірі Жұмадық ханның ұлысы Арал теңізінің арқасында Сарысу һәм Эмба дарияларының орта ағымындағы жерлерде болған. 1425 жылы Шайбан ұлысы хүкімдары Дәулет Шайх қайтыс болғаннан кейін оның жасы жетпеген баласы Абылхайыр хан, яғни Шайбани ханның бабасы тақтқа отырғызылған.